Құрметті әріптестер, рұқсат болса бастайық. Бір өтініш бар, ұялы телефондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Қайырлы таң. Уақытта келгендеріңізге, біздің жобамызда қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі мәслихат ғаламдық ашық Википедия энциклопедиясының қазақша тармағын дамыту жобасына арналады. Баспасөз мәслихатына аталмыш энциклопедияға иелік ететін Wikimedia Foundation қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы Тим Мырза қатысып отыр. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Абдулхамитұлы қатысып отыр. Қазақ энциклопедиясы редакциясының басшысы Бауыржан Өміржанұлы қатысып отыр. Менің есімім Рауан Кенжеханұлы, Вики білім қоғамдық қорының құрылтайшысы боламын. Рұқсат болса, мен жобамыз туралы мәлімет берейін. Содан кейін әріптестерімізде сөз алады. Осыдан кейін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайын боламыз. Википедия 2001 жылы негізі қаланған ғаламдық әмбебап және ашық энциклопедия болып табылады. Оны басқа өз секілді жобалардан ерекшелейтін ең басты дүние бұл энциклопедияның ішіндегі мақалаларды жазатын және дамытатын пайдаланушылардың өздері. Осының арқасында Википедия энциклопедиясы 10 жылдың ішінде әлемдегі бүгінгі таңдағы ең танымал 10 веб-ресурстың қатарына кіріп, ғаламдық қозғалысқа айналды. Қазіргі таңда ай сайын Википедия энциклопедиясына 400 миллионнан астам адам кіріп қарайды. Энциклопедия 281 тілде жұмыс істейді. Осы тілдердегі жазылған мақалалардың барлығын бірге санаған кезде 18 миллионнан астам мақала бар. Соның ішінде 3,5 миллион ағылшын тілінде. Бұдан басқа миллиондық межеден асалған 2 тарау неміс және француз тілдерінде. Орыс тілінде жазылған мақалалардың саны бүгінгі таңда 700 мыңнан асты. Бірақ өкінішке орай осы энциклопедияның қазақ тіліндегі тарауының дамуы кең жер алып отыр. Сол себепті біз осы жобаны қолға алып энциклопедияның қазақша тарауын дамыту жобасын бастап жатқан жайымыз бар. Біздің мақсатымыз демеушілердің, әріптестердің көмегіне жүгіне отырып, қазақша мақала санын кейінгі жылдың аяғына дейін 200 мыңға дейін жеткізу. Сондықтан осы жылдың аяғына дейін созылатын жобамыздың алғашқы кезеңін тәуелсіздіктің 20 жылдығына 200 мың мақала деген айдармен жалпы ұлттық акцияға айландырғымыз келеді. Және осы ретте біз, құрметті журналистер, баспасөз құралдарының өкілдері, сіздердің көмектеріңізге өте зәруміз және қолдап көмектеседі деп үміттенеміз. Бұл жобаны қолға алудағы түпкі мақсатымыз интернеттегі қазақ тілді мазмұнның контенттің дамуына септік ету және сол арқылы ақпараттық дәуірдегі қазақ тілінің өміршеңдігін күшейтуге тағы бір жол ашу. Бұл жобаға мұрындық болған және жобаның бас демеушісі самрuk-kazyna ұлттық әл-ауқат қоры болып табылады. Сондықтан мүмкіндікті пайдалана отырып аталған қордың өзіне және осы жобаға жанашырлық танытқан қордың басшылығына ризашылық айтқымыз келеді. Сондай-ақ жобаның аясында өтетін мақаланың саны және сапасына байланысты мақалаға атсалысатын адамдардың арасында байқаудың демеушісі болуға Nokia компаниясы келісті. Бұл компанияға да рахметіміз шексіз. Сондай-ақ жобаның қазақ тілді контентті дамыту мәселесін көтеріп жүрген және осы жобаны қолдап бүгін арамызда отырған парламент депутаты Мұрат Абдулхамитке рахмет айтқымыз келеді. Сонымен бірге бұл жобаға серіктес ретінде қазақ энциклопедиясы мен Казконтент акционерлік қоғамы да қатысып отыр. Осы ұйымдарға да рахмет айтқымыз келеді. Және энциклопедияға иелік ететін Америка құрама штаттарында орналасқан Wikimedia Foundation қоры да энциклопедияның қазақ тілді тарауын дамытуға жан-жақты көмек көрсетуге келісіп отыр. Сол себепті де қордың басшысы бүгін арамызда. Рұқсат болса, сөз өзегін осы әріптестерімізге берейік. Thank you very much. Thank you very much for your attention. First, I want to thank Kazakhstan to have invited me to here. I'm the first time here in Kazakhstan, the first time here in Central Asia. It is. Ең әуелі барлықтарыңыз келгендеріңіз үшін алғыс айтқымыз келеді. Және осы жобаны қолдап қолға алып жатқан Қазақстанға риза екенімізді білдіргіміз келеді. Біз Қазақстанға ғана емес, Орта Азияға алғаш рет келіп отырмыз.
It is a very big honor to able to be here, and I think that in no other country of the world we have received so much support from the parliament, from the organizations here, from the companies here. I'm really very happy to be here. Biz үшін бұл үлкен мерей. Біз жұмыс істеп жатқан елдердің ішінде біздің жобамыз осындай назарға ие болып, мемлекет тарапынан, қоғамдық ұйымдар тарапынан осындай қолдау тауып жатқаны өте сирек. The Wikimedia Foundation is a non-profit, non-government organization. One of our principles is neutrality. We are neutral. We are something in a sort like the Red Cross. Wikimedia Foundation қоры коммерциялық емес ұйым болып табылады. Біздің басты қағидамыз бұл материалдардың және жұмысымыздың бейтараптығы, және осы қағиданың сақталуына өте мұқият қараймыз. We started 10 years ago, so we have this year our 10 years anniversary. At the moment we are the fourth biggest internet site of the world, counted on the visitor number, and we are the only internet site of the first 50 that is non-commercial and is free and have no advertisement. Қазіргі таңда Википедия энциклопедиясы дүние жүзіндегі кіріп қарайтын адамдар саны бойынша номері 4-ші ресурс болып табылады. Бұл коммерциялық емес және жарнамадан ада жолы болып табылады. Сонымен де ерекшеленеді және алғашқы рейтингтер жоғары тұрған сайттардың ішінде коммерциялық емес жалғыз ғана сайт. Our mission is to provide free knowledge to everybody of the world in their own country, in their own language, and this is very important for us, that we are not dominated by one language or dominated by one culture. It is important for us to provide the language as the people who use those language and who speak those language. Википедия энциклопедиясының басты құндылықтарының бірі бұл әр тілде барлық адамдар өз тілінде еркін ақпарат алмасуға, ақпарат алуға жағдай жасау. Және барлық тілдердің дамуына және сол тілдердегі еркін ақпарат алмасуды біз өте қатты қолдап соған жағдай жасаймыз. And that is also why it is so important for me to come here to support the Kazakh Wikipedia and its community. It is very important to have a community in the country, to have a community that provides their knowledge. Сол себепті біз бүгін сіздердің шақыруларыңызбен осында келуге келістік. Википедияның төңірегінде бөлек қауымдастық құрып, сол қауымдастықтың өз қолымен өзіне қажетті ақпаратты бөлісуге жағдай жасауы өте маңызды дүние. And one last word, the Wikimedia Foundation is its money comes from the donations, mostly come from small donations. It is donations for $5, for $10, for $50, and it is just like how Wikipedia works. People contribute their knowledge a bit here, a bit there, and so this is also the method how the foundation gets its money. Тағы айта кеткім келетін нәрсе бұл Викимедиа қорының және Википедия энциклопедиясының қаражаты жөнінде. Бұл қаражаттың барлығы қолданушылардың, қатардағы пайдаланушылардың жарнасынан келіп жиналады. Жаңа атап өткенімізде бұл коммерциялық емес және кез келген жарнамадан ада жолы болғандықтан бізге қажетті қаражаттың барлығы да пайдаланушылардың жарнасынан жиналады. Ол жарналардың басым бөлігі $5 дейінгі кішкентай жарналар. Again, I'm really very grateful to be able to be here, to see such support here, to see such community here. It is a very big honor for me. Thank you very much. Тағы да ескерткім келеді, бұл жерге шақырылуымыз және осындай
қолдау тауып жатқан Қазақстандағы қауымдастықтың жұмысына атсалысу, соған көмектесу біз үшін үлкен мерей және мәртебе. Көп рахмет. Олай болатын болса, бұларға да келесі сөзді өтсеңіз. Ал енді мынау құрметті жиналған қауым, бірінші мынау біздің вики білім қоғам құрылып, осы Википедияға, қазақша Википедияға қатысты жұмыс барлығы бір қолға алынып, осы жүйелі түрде жүргізіп бастап жатқанның барлығы құтты болсын деген келеді. Себебі енді еліміздегі көптеген жақсы игі шаралар жасалып жатыр, оның ішінде индустриялық инновациялық жобалар дейміз. Басқа да экономика жағынан көптеген шаралар атқарылып жатыр, бірақ осы шаралардың барлығы нәтижелі мақсатқа жету үшін бірінші кезекте бізге инвестиция емес, технологиялар емес, ең бірінші бізге білімді, білікті, ақпаратқа қол жететін азаматтар керек, ақпараттық қоғам керек. Ал оны құру үшін міндетті түрде біз технологиялар арқылы әртүрлі білімге қол жетімділік жасауымыз керек. Өкінішке орай барлық мәселе шешілді деп біз айта алмаймыз. Жылдың басында мен осы мәселені парламентте де көтергем. Қазақ тіліндегі Википедияның жағдайы өте нашар. Егер мысалы орыс тілімен салыстыратын болсақ, 100 есе ақпарат кем, сонда біздің қазақ тілімен жұмыс істейтін азаматтардың интернет арқылы Википедияға мысалы кіріп, 100 есе ақпаратты аздау табуға мүмкіншілік бар. Әрине бұл үлкен проблема. Мысалы, алдағы уақытта көптеген жаңа технологиялар, жаңа жобаларды ашып жатырмыз, бірақ біздің азаматтар ақпаратқа қол жетімді болмағаннан кейін әрине көп проблемалар шешілмей қалады. Тек қана мынау жоғары білім емес, оқу орындарында емес, қосымша күндегісі күнде әр азамат өз білімдерін жаңартып отыру керек. Енді Википедияның ерекшелігін жаңа айтылып кетті, ол ашық, бүкіл қоғам болып жасаймыз. Енді біздің қазақта жалпы ұғымдарымызда басты бір принциптарымыз бар. Мысалы, көп қылып жасайтын бірлік бар, жерде тірлік бар деген сол сияқты мынау Википедияның өзі де ашық. Әр адам өзінің үлесін қосып, ортақ керемет дүние жасайды. Сол себептен бұл бастама өте жақсы болып жатыр. Мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан депутаттық сауалға жауап беріп, осыны қолдаймыз деген ой айтылды, бірақ дегенмен де ол мемлекет тарапынан жасалған бір, ал тікелей қоғамдық ұйым құрылып, осы жұмысты бір қолға алған өте керемет нәрсе деп есептеймін. Себебі бұл бірінші кезекте бүкіл қоғамға, ашық қоғамға керек. Сол себептен мынау жалпы осы жұмысқа мен сәттілік тілегім келеді. Енді біз тек қана ақпарат толықтыру емес, толықтыру ұйымдастыруымыз керек. Бүкіл қазір мәдени мұра бойынша жасалған көп дүниелер бар. Энциклопедияның ішінде жасалып жатқан көп дүниелер бар. Ол мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, бірақ бүгінгі күні әр жерде жатыр. Кейбіреулер цифрлық түрде жасап дайындалып қойған, бірақ ол Википедияда жоқ өкінішке орай. Соның барлығын салу керек. Оқу орындары қаншалықты жаңағы диплом қорғап жатыр, жаңағы әртүрлі ғылыми жұмыстар бар. Оның барлығы қазір ақпаратты интернетте жоқ өкінішке орай. Осының барлығын салып, үлкен жұмыс жүргізу керек. Содан басқа енді парламент тарапынан өздеріңіз білесіздер, бұл Википедия энциклопедиясы өз деңгейінде қызмет атқару үшін заңға да біраз өзгеріс енгізуіміз керек. Оны қазір келісіп, сол мәселені ақылдасып отырмыз. Мысалы, Википедия Creative Commons жобасымен жұмыс істейді. Ол міндетті түрде авторлық құқықтарды қалай сақтау керек және ашық тегін пайдаланатын мүмкіншіліктер бар, немесе тегін емес түрлері бар. Мысалы, автор оған келісіп, жаңағы өз туындысын салатын болса, ары қарай сондай ашық түрде жасауға